Dini var da ұлты жоқ, сақалы бар да жұрты жоқ, ел түбіне сол жетер деп бір ғасыр бұрын жазған Мәшһүр Жүсіп әулие шынында да көреген екен. Мен осы жасымда кешеге дейін мұрты жоқ сақалыларды көрген емеспін. Мұрты жоқ, сақалы сапсиған хан Абылайды, Әйтеке Төле Қазыбек биді, Ер Махамбет, ұлы Абай Жамбыл Әлихандарды елестете аламыз ба, әріптестер? Жоқ. Ал қазір шетелге барып, күмәнді оқу орындарында бірнеше ай оқып келіп, желіде желпініп, дәріс айтатын, теріс уағыз айтатын ұстаздар осы ұлыларымыздан артық білімі асып, ақылы тасып келгендер ме? Қазір ән әлемінде, айтыста, спортта тайраңдап жүрген жат ағым өкілдері әріптестерін, әншілер жанкүйерлерін өз салттарына кіргізіп жатыр. Яғни мұндай жердің бәріне, мұндай ағымның бәріне діни теріс ағымдар өте көп, бәріне тыйым салуымыз керек. Өткен 30 жылда теріс саясат қазақтың нұр деген жалынды сөзін жағымсыз сөзге айналдырса, теріс діни ағымдар тіпті ең қымбат ана деген аяулатпен қатар аталатын, шеше деген қастерлі атауға қара күйе жағып, ұстаз деген ұғымның мәнін құртты. Діни теріс ағымдағылар елді екіге бөліп, мылтықсыз-ақ мыңдаған жастарымызды қазақтың қатарынан шығарып қана қоймай, ұлтты жою үшін елге қарсы қауіпті күштерге айналдырып жатыр. Дінге, тілге, жерге қарсы елбізар теріс ағымдардың бәріне заңмен тосқауыл қоюға тиіспіз. Ел үшін ең қымбат ұлтқа, адам үшін ең аяулы әке-шешеге, қазаққа ең адал домбыраға қарсы қарампиғылдағылардың еркін тарап жатқан елбізар қауіпті вирусына заңмен тосқауыл қоятын кез жетті.